ішіне кемпір қосақ жасайтын боламыз. Кемпір қосақ не екенін білеміз бе балалар? Балалар, кемпір қосақ ол жаңбыр жауғаннан кейін аспанда шығатын құбылысты. Сол кемпір қосақты біз бүгін мына стақанға жасаймыз. Ол үшін балалар бізге мынандай 3 бос стақан керек болады. Сосын осындай бояулар керек болады балалар. Сары, жасыл және де көк түсті бояу керек болады. Сосын су керек болады. Және де осындай қант керек болады. Қасық және де осындай шприц керек болады балалар. Балалар, кемпір қосақ жасауға дайынбыз ба? Қане олай болса, бастайық. Балалар, бізде мұнда стақандарда әртүрлі сандар берілгенді. Мұнда неше деген сан тұр? 1 деген санға балалар, 1 деген стақанға 1 қасық қант саламыз. Ал 2 деген стақанға 2 қасық қант саламыз балалар. 1, 2. Ал мұнда неше деген сан тұр? 3 деген сан тұр балалар. 3 деген санға неше қасық қант саламыз? 3 қасық қант саламыз балалар. Мінекей 3 қасық қант салдым. Балалар, қантты салдым. Енді балалар осы стақандардың үстіне, қанттың үстіне осы суды құямын. Әр стақанға балалар 3 қасықтан су құямын. Мұқият қарап отырамыз балалар. 3 қасық. 1, менімен бірге санайықшы. 2, 3. Келесі тағы да. 1, 2, 3. Балалар, мінекей әр стақанға 3 қасықтан су құйып шықтым. Енді балалар, осы стақандарға мына бояуларды қосып араластыратын боламыз. Ол үшін бізге балалар бояуды алу үшін мына қасықтар қажет болады балалар. Бірінші стақанға мен көк түсті бояуды араластырамын. Қандай түсті бояу балалар? Көк түсті бояу, дұрыс айтасыңдар. Мінекей, келесі екінші стақанға мен мына жасыл түсті бояуды араластырамын балалар. Қараймыз. Мінекей, жасыл. Келесі стақанға мен сары түсті бояуды араластырамын балалар. Сары түсті бояуды араластырамын. Мінекей, енді осы стақандарды біз жақсылап мына қасықпен араластыруымыз керек. Бұлғау керек бізді. Қанекей, Арай, Зере, Әнге, Әлем, барлығымыз араластырайықшы. Жақсылап араластырамыз балалар. Бояу қант пен сумен жақсы араласып, біркелкі түс пайда болу керек балалар. Балалар, біздің бояуларымыз жақсылап араласып болды. Енді біз мына стақанға кемпір қосақты дайындайтын боламыз балалар. Дайынбыз ба балалар? Қане олай болса балалар, біз мына 3-ші стақанда 3 қасық қант салдық та, естеріңде болса. Осыны бірінші шприц арқылы таза стақанымызға сары бояуды құятын боламыз балалар. Мінекей. Бояуымыздың түсі қандай балалар? Құйып жатырған? Сары. Дұрыс айтасыңдар балалар. Сары түсті бояуды алды. Келесі балалар, екінші тұрған, екінші стақанымыздағы бояуды құятын боламыз. Бұның түсі қандай балалар? Екінші стақанымыздағы бояудың түсі жасыл. Дұрыс айтасың Айлин. Жасыл түсті бояуды мінекей шприцпен алып, оны енді балалар араласып кетпеу үшін мұқият жаймен мына сары түстің үстінен стақанның жиегімен жайлап құямыз. Балалар, сендерге көрініп жатыр ма? Біздің жасыл түсіміз бен сары түсті. Жасыл түс пен сары түсті бояуымызды құйдық. Екеуі араласқан жоқ па балалар? Кемпір қосағымыз дайын болып келе жатыр деген сөз балалар. Келесі балалар, бірінші түсті бояуымыз қандай түс балалар? Қандай түс балалар бояуымыз? Көк түс, дұрыс айтасыңдар. Көк түсті бояуды араластырып, шприцпен алып, енді жайлап, мына жасыл түстің үстінен жайлап құямыз стақанның.
кигізіп стаканға жайлап араласып кетпеу үшін жиегінен құятын боламыз. Көрініп тұр ма балалар сендерге? Балалар көрінді ма? Қандай түстер шықты балалар бізде? Ең астында сары, сосын жасыл, сосын күз. Балалар түстеріміз бір-біріне араласты ма? Бір-біріне араласпай, неге ұқсап тұр балалар? Кемпір қосаққа араласып тұр. Балалар, біздің тәжірибеміз осымен аяқталды. Осылай бояулар арқылы кемпір қосақ жасауға болады ма екен балалар? Иә. Кемпір қосақ жасаған ұнады ма сендерге балалар? Иә. Олай болса, осылай стақанда кемпір қосақты дайындайтын боламыз. 3 деген стақанға 3 қасық қантымыз біздің балалар ішіндегі шырышты қабатымыз көбірек қоюырақ болғандықтан оны астына қостық балалар. Ал 2 қасық қант қосқан стақанымызға жасыл бояуды қостық та, яғни ол шырышты қабаты кішкене мына 3-ші стақаннан азырақ болғандықтан оны біз 2-ші жібердік. Ал мына 1-ші стақанға балалар біз 1 қасық қант қостық та, оны біз шырыштылығы аз болғандықтан оны 3-ші қатарға жібергендіктен олардың шырышты қабаты қаншалықты көп болады, соншалықты бояулар бір-біріне араласпайды екен балалар. Сондықтан бізден осындай әдемі не шықты балалар? Кемпір қосақ. Дұрыс айтасыңдар балалар. Кемпір қосағымыз осылай әдемі болып шыққан екен мінекей балалар. Сол үшін осындай тәжірибелер ұнай ма сендерге балалар? Иә! Ұнаса балалар, келесіде тағы да басқа да тәжірибелерді жасайтын боламыз. Келістік па балалар? Иә! Рахмет сендерге.